Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге зәйтүн майының таңғажайып әсері жайында айтатын боламын. Егер де видео қызық болса, соңына дейін көріңіз. Және де арнама тіркеліп, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып кетіңіздер. Зәйтүн майының адам денсаулығы үшін көптеген пайдасы бары жиі айтылады. Гректер оны өмір, денсаулық, береке ағашы деп бекер атамаса керек. Біздің халықта да сүйек алтын деген атпен танымалмай, ежелгі заманнан бастап медицинада, дене, шаш күтімінде, ас даярлауда және күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылып келе жатыр. Зәйтүнді пайдалы ететін оның қанықпаған майлары. Оны тағамды қуыруға да, табиғи күйінде де қорықпастан пайдалануға болады. Сіздің ағзаңыз өзіне керектіні алып, артығын қабылдамайды. Зәйтүн майында холестерин деңгейінің түсуіне әсер етіп, қан ұюын қалпына келтіретін пайдалы қанықпаған майлар бар. Аталған майды тағамдық мақсатта жиі қолданатын адамдарда жүрек аурулары мен инсульт пайда болу қаупі айтарлықтай төмендейді. Зәйтүн майында күшті антиоксиданттар болып табылатын Е дәрумені мен каротиноидтер бар. Олар организмдегі бос радикалдар мөлшерін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар өнімде алиакантал табиғи қосылысы бар. Ол қатерлі ісік жасушаларымен күресуге қабілетті. Қанықпаған майлардан бөлек, зәйтүн майында омега-3 май қышқылдары бар. Омега-3 май қышқылдарының қан қысымын қалпына келтіріп, жүрек денсаулығын ұзақ жылдарға сақтайтыны дәлелденген. Бұл пайдалы май қышқылдарын дене өздігінен өндіре алмайды, сондықтан оларды тағамнан алуға мәжбүрміз. Зәйтүн майы адамның көңіл күйіне де ықпал етеді. Наварра және Лас Пальмас де Гран Канария университеттері зерттеу жұмысын жүргізіп, оған 12 мыңнан астам адам қатысқан. Ғалымдар зәйтүн майы мен көп қанықпаған майлардың көп мөлшері негізінде ұсталатын ем дәмнің психикалық ауруларға шалдығу мүмкіндігін азайтатынын анықтаған. Зәйтүн майын жиі қолдану организмдегі кальций мөлшерінің артуына ықпал ететінінің дәлелі күн сайын артуда. Өз кезегінде ол остеопороз дамуының алдын алуға себін тигізеді. Алғашқы зерттеу жұмыстары зәйтүн майының жасқа байланысты когнитивті бұзылулардың алдын алып, Альцгеймер дертінің пайда болу мүмкіндігін төмендететінін көрсетті. Әзірге мәселенің нүктесін қоятын дәлелдер жоқ, бірақ зәйтүн майы жерорта теңізі аумағындағы ем дәмнің бір бөлігі болып табылатыны бәрімізге аян. Ал бұл жүйенің Альцгеймер дертінің алдын алу мақсатындағы пайдасына ғалымдар күмән келтірмейді. Зәйтүн майын тұрақты түрде пайдалану ас қорыту жүйесін қалыпқа түсіріп, холестерин дәрежесін төмендетіп, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Зәйтүннің тағы да бір тамаша қасиеті қатерлі ісік ауруына душар болу қаупін азайтады. Мұның бәрі ғылыми түрде дәлелденген. Диабет ауруын емдеудегі зәйтүн майының ерекшелігін айтпай кетуге болмайды. Соңғы зерттеулер бұл майдың диабетті қадағалап тұра алатындығын көрсетті. Сондай-ақ күн сайын аш қарынға қабылданатын бір қасық зәйтүн майы иммунитетіңізді күшейтіп, артық салмақтан арылуға және ас қорыту мәселелерін шешуге көмектеседі. Шашыңыз құрғақ болса, ал бас теріңіз қабықтанса, зәйтүн майын қолданып, шашқа арналған шипалы кондиционер дайындауға болады. Ол үшін жарты кесе ысытылған майды шашыңызға жағып, басыңызға арнайы телпек тағып, оның үстіне сүлгі орап, сол күйде 45 минут отыру қажет. Уақыт өткен соң шашыңызды сабын сумен жақсылап жуу керек. Бұл әдіс шашыңыздың әдемілігін қайтару үшін өте тиімді. Зәйтүн майын қалай сақтау керек? Бірнеше литрлік майды бірден сатып алуға асықпаңыз. Егер оны 3-4 айда тауысып бітпесеңіз, май өзінің пайдалы қасиеттерінің 40%-ын жоғалтып алады. Зәйтүн майын қышқылдап кетпеу үшін салқын жерде сақтаңыз. Майды тоңазытқышта сақтаған кезде тұнба пайда болуы мүмкін. Мұндайда оны тастауға асықпаңыз. Жылы жерге шыққаннан кейін тұнба еріп кетеді. Мінекей достар, бүгін сіздер зәйтүн майының таңғажайып әсері жайлы білдіңіздер. Егер де ақпарат пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алда әртүрлі пайдалы ақпараттар мен қызықты деректермен бөлісетін боламын.